7 сәуір 2025 жыл. Біз мына корейский сорттарымыз жаймен пісіп жатыр, мінекей. Енді бұл күн ысығаннан кейін майда болып пісіп кетеді. Бұл негізі күннің салқынында өсетін сорт. Сондықтан майда күйі осындай осы шамада, бұдан үлкенде болып қызарып пісіп жатыр әр жерден. Себебі бұл тек қана күннің салқынында, қыс ауасында өсіп, күн ысығаннан кейін күн жылып, бұл уже өнім беруін тоқтатады және майда күйі пісіп кетеді. Бісміллә. Дәмін көруге теріп көрейін деп отырмыз. Жапырақтары үлкен болады, бір қарыстан аса екі қарыстай болып өседі екен. Жалпы мінекей мыналар да пісіп жатыр уже. Осындай майда күйі пісіп кетіп жатыр. Естеріңізде болса, күзде ірі болған. Бір кеуіттің көлеміндей, одан да үлкен болған, 30 грамм, 40 граммға дейін өсті. Енді күн ысығаннан кейін қазір осындай майда күйінде пісіп жатыр. Бірақ өте тәтті болады бұл сорт. Бісміллә деп тағы да жинай береміз өйстіп. Мінекей бір түп болса, мысалға мұртшаларын жұлу керек. Мінекей бір кистаның өзі мынандай, бір кистасының өзі. Бір түпте, мысалы, мына беттен де жағы бір екеуін алдым. Осылай салып жатыр. Өте урожайный жақсы сорт. Қысты күні өсіргенге осы сорт жақсы. Корейский Солхянг деген сорт. Мінекей осылай салады. Мына. Бұдан да қып-қызыл болып піседі. Ертең енді басқа жұмыс істеуім керек, қолым тимейтін болғандықтан жұлып алып жатырмын. Қатты қызармаса да. Бісміллә. Бірақ соған қарамастан бұл өте тәтті және иісі өте керемет болады. Міне қатты қызарғандар осындай болады. Таза піскендері. Енді майда болса да, бісміллә, өте дәмді. Иісі де керемет. Жылтырап тұрады, мына енді кеш болып қалды, камера түсіре алмай жатқан болу керек. Иісі өте керемет енді. Олар енді ертең арғынға дайын болады. Мінекей, бір түптің өзі осылай салып тұр. Бұл негізі қыс ауасында болғанда, бұлардың бәрі әрі болып, уже мынаның өзі, бір түптің өзі 200 грамм болатын еді. Бісміллә. Мінекей, осындай болады. Товарный вид. Пәлегі қатты өседі бұның, бір қарыстай болып, теплицада болса, енді тек қана теплицада өсетін сорт қой бұл. Мінекей салындысын өзін қараңыздар. Егер мынау қыста болғанда, әрі болатын еді осы жердің өзі. И тоқтамай сала береді. Мурана деген сорт қызарып жатыр екен. Бұны енді арғыны ма ертең бұл жарымыз. Бұл да әрі болады негізі жалпы. Бұл да күзге дейін тоқтамай салатын сорттардың бірі. Итальянский сорт Мурана деген. Мына мұртшалары, мінекей, құдай қаласа көшет шығады бұдан. Енді бұларды жұлып тастаймыз. Мына тамыз айына қарай, тамыз айының басына қарай көшет дайындайтын боламыз, Алла қаласа, осы сорттан. Бұл тек қыста өсірілетін сорттар, қысты яғни. Мысалға тамыз айының басында ексеңіз, қазан айының уже бас жағында немесе аяқ жағына қарай өнім бере бастайды. Бұл енді қарауына байланысты және қыстай тоқтамай үздіксіз өнім салып отырады. Сосын мына көп құлпынайдың сорттары мына қыста өсірген кезде жаңа дәмсіз болып қалады ғой, тәтті болмайды ірі болғанмен. Бұл жаңа дегендей қыс болса да, бұл да өзінің тәттілігін жоғалтпайтын сорт. Өте мықты. Мен өзім әбден бұны эксперимент жасап көрдім. Қазір менде Альбион деген сорт бар, және Мурана бар, және осы корейский сорт Солхянг бар. Соның үшеуін әбден тексеріп жатырмын, қыс ауасында да қалай болады екен деп. Жалпы әзірге маған осы Солхянг ұнап тұр. Неге? Өйткені қыста баға қымбат болады, және өсіруі кішкене
қиярдан қызанақтан қарағанда кішкене жеңілдеу болады, себебі бұлар суыққа төзімді. Плюс 5-10 градус болса, түнгі градус әйтеуір нөлге түсіп кетпей. Негізі 10-15 болған жақсы ғой енді. Жалпы сол ондай нелерге қатты стресс алу қоймайды. Сондықтан қыс ауасында өсіргенге осы сорттар жақсы. Бір түптен жақсылап қарасаңыздар, мысалға мынаның бәрі ірі болғанда 200 граммнан аса болар еді. Жалпы 200 грамм мен 400 граммның арасында өнім алуға болады. Әр түптен. Бісміллә. Мінекей, бойы жақсы өскендері осындай болады. Мысалға, мінекей бір қарыс және үшін 1,5 қарыстай бар. Шамамен бір 30 сантиметрден биіктеу. Енді ішіндегі урожайды қараңыздар. Мінекей, бұл теплицаның жағы көлеңке жағы. Себебі күннің қатты шақырайып түсе бермейді постоянно. Сондай жерлерінде жақсы өскен уже. Мұның бәрі былтыр егілген, мұны қанша рожокқа бөлініп кеткен. Енді арасында ара жүр, мына ескі жапырақтар тазаланбаған, бұның бәрін тазалау керек. Осылайынан. Және қараңыздар. Бір түптің өзі, мысалға, мұртшаларды жұлып тастау керек, күшін тартып алады. Мен сіздерге бір түптің қалай салғанын көрсетейін енді. Осы жерде. Мінекей. Бір қолмен түсіру ыңғайсыз болып отыр. 2 киста, мына 1, және 2, 3, 4, мыналармен 5 екен. Мінекей. Қараңыздар, қанша түйін ұстап тұр мына жерде. Егер осы қыс кезінде болып піскен кезде, күзді күні қыста, немесе осыдан 1 ай бұрын піскенде ерте, осының өзі уже 300 граммның жобасында болар еді. 300-400 граммның. Мінекей урожайный сорты екен көрініп тұр. Жалпы жақсы сорт екен, қыста өсіргенге. Мынаның бәрі астында қаншама түйіндер жатыр. Мына бетінде де жатыр. Міне анда да жатыр мысалға. Мынаның бәрі түйіндер. Жылтырап тұрады, жалпы товарный вид жақсы негізінде. Қыс ауасында өсіретін болсаңыздар, құлпынай осы сортты өсіруге кеңес беремін сіздерге. Біздің биылғы алғашқы өніміміз.